Бұл әңгімені бала күнімде жарықтық әкем айтып беріп еді. Ертеде біздің елде қысы-жазы ел кезіп жүретін Зағип ақсақал болды. Иығына асып алған дорбасы мен қалақтай ғана қара домбырасы бар. Осы бір су қараңғы жанның қолындағы жалғыз таяқпен төңіректі түгел шарлап, соқтықпалы соқпақсыз жерлерден қалайша жол тауып жүретіндігіне қайран қалатынбыз. Бірақ жарықтық елге сыйлы еді. Барған жерінде күй тартып, небір аңыз әңгімелер айтып, халықты рухани азыққа қарық қылып кететін. Осы тірлігіне бола ел оны соқыр кезбе атап кеткен. 15-тен 16-ға қараған боз бала шағым, әкем колхоздың қойын бағатын. Маусым айының жанға да малға да жайлы күндерінің бірінде әдеттегідей қой бағып жүретім. Кенет қарсы беттегі бөктерге таяп қалған отардың алды түрк-түрк етті. Дәуде болса ит құс шығар деп, солай беттей бергенде арғы жағынан жаяу адамның қарасы көрінді. Бұл кім болды екен деп ойлап үлгіргенімше, жанымнан екі елі қалмайтын бітімі кесек дүрегей тазым зор даусымен аузын толтыра үріп, орнынан өре түрегелді. Иттің даусын естіген әлгі кілт тоқтай қалды да, даусын созыңқырамай, ассаламағалейкум, мал жан аман болсын деп сәл еңкейіп ізет білдірді. Ел аузындағы соқыр кезбе екен. Үлкен кісі болған соң қасына барып өзімде сәлем бердім. Бір-бірімізді бұрыннан танитын жандардай қауқылдасып, амандық саулық сұрасып жатырмыз. Әкемді танитын болып шықты. Сыртынан қанша естігені болмаса, бұл кісіні көргенім осы. Түс әуеті болып қалған кез. Ақсақал екеуміз асықпай отырып түстендік. Шешемнің күн ұзақ қарның ашады деп салып берген азығы мен тұрсыққа құйған қою айраны екеумізге артығымен жетті. Шамасы жолдан шаршап кеп ішкен тамақ аш өзегіне түсіп кетті ме? Байырхан ақсақал азан шақырып қойған аты. Аздан соң астынан төсеп берген бөстекке жантайып қалып көзі ілініп кетті. Мазасын алмайын, әрі бытырай бастаған малдың бетін қайрайын деген оймен атымды жетектеп төмен құлдилап кеттім. Қайтып оралсам ақсақал ояныпты. Көрмесе де айналадағының барлығын көкірекпен ақ сезіп, байқап отырғандай сезімі сергек. Бет тақтайы әбден тозған қолындағы қара домбырасымен әлде бір зарлы күйді күңірентіп отыр екен. Менің келгенімді сезсе де, күйін бұзбайын деді ме, егін нұсқап отыр деген ишара жасады. Бұрын соңды естімеген әлгі күйдің төменгі сағағын екі қайырып барып тоқтаған қария әлдене есіне түскендей деп терең күрсінді. Шынтақтап жатқан қария бір дал гүл шөптің сабағын жұлып ап, мейірлене иіскеді. Сосын кәдімгі жанары бар адамға ұқсап, айналаны барлай отырып, жарықтық, ата-бабаларым-ай, осы бір қасиетті далаға қаның мен теріңді төге жүріп, ұрпағыңа аманаттап кеттің-ау. Қасиетіңнен айналайын, туған далам, сен болмасаң мынау шексіз жаһанның қай түкпірінде түртінектеп жүрер едім. Тәубе, тәубе. Абайсызда сүрініп жығылсам да, сенің мынау киелі топырағың төсеп қойған мақтадай ғой. Мен бейбағың үшін деді. Мен осы кезде ғана ақсақалдың дидарына зер салып қарадым. Бет әлпетінде сау тамтық жоқ, тыртық-тыртық. Оң жақ құлағының жарымын біреу жұмалап жұлып алғандай. Екі көзінің бірі мүлде жұмылып, екіншісі сәл-пәл сығырайып тұрғаны болмаса, әріге шүңірейіп кеткен ұзақ қарауға дәтің шыдамайды екен. Менің тесіле қарағанымды сезіп қалған сұңғыла қарт. Балам, бұл атаң не көрмеді дейсің? Адам тірі жүрген соң, Алла тағала басына не салса да көруге көнуге, шыдауға мәжбүр болады екен деді. Мен ұрлығы әшкере боп қалған жандай қысылып, екі бетім ду ете қалды. Сосын балалық па, болмаса бойымды әлде бір қызығушылық биледі ме? Ата, сіз жайлы, сіздің тағдырыңыз жайлы әркім әрқалай айтып жүреді. Менің қылығым өрескел болар, дегенмен ренжімесеңіз өзіңіз жайлы әңгімелеп бересіз бе? Егер ескі күндеріңізді есіңізге түсіру сіз үшін ауыр болса, қолқамды қайтып алайын дедім. Ақсақал ештеңе естімеген жандай үнсіздіктің тұғиығына шомып
тырс етпей отырып қалды. Тіпті қасында орынсыз қолқа салып отырған мені ұмытып кеткендей. Мен сұрауын сұрасам да іштей: апырай, мынауым әбестік болды, онсыз да жаны жаралы адамның көкірегіндегі ескі жарасын тырнағандай болдым-ау деп қипақтай бастадым. Ешқандай әбестігі жоқ, шырағым. Өзің бір жөн білетін, сөз барқын бағалай білетін балаға ұқсайсың. Мен бұрын соңды өзім жайлы да су қараңғы боп қалған көзім жайлы алса да ешкімге тіс жарып көрмеген едім, деді де әлденені есіне түсіргендей тағы да біразға дейін үн-түнсіз отырып барып әңгімесін бастап кетті. Менің әкем орташа ғана тірлігі бар, құралайды көзге атқан мерген, бүркіт ұстап ат баптаған аса саятшыл адам болыпты. Бірде мына Сайхан тауының биік шыңдарының бірінен бүркіттің ұя басарын байқап қалады. Содан көк еркесіне есі кетіп, күндердің күні балапанын алып, бауылмақ ниетпен бүркіттің ұясына түседі. Бүркіттің ұясына түсу еркеннің ермегі емес, балам. Оның өзіндік әдіс айласы, қулық сұмдығы мен машақаты, қауіп қатері толып жатыр. Бір сәтке мүлт кетсең, сүйегің сонау құздың етегіне жеткенше күлге айналады. Ондай қатерге ептілігі иненің көзінен өтетін, әрі қарулы, әрі өжет жігіттің жігіті ғана басын тіге алады. Әкемнің сондай машақатпен алған балапаны аса алымды, нағыз қанды балақ боп шықты. Айналасы 2-3 жылда сол маңдағы түлкіден түлкі, қасқырдан қасқыр қоймапты. Әкемнің бүркіті жайлы әңгіме ел ішіне аңыз боп тарай бастайды. Жолыққан жерде қол қалаушылар да, қызғана қараушылар да көбейеді. Ақыры бұл әңгіме сол өңірге аты шыққан Есімбек деген байға да жетіп, бір күні бай қасына нөкерін ертіп әкеме келіпті. Ол кезде әкемнің 30-дағы орда бұзар шағы. Есімбек өз заманның аса ауқатты адам болса да, өзге байлар секілді озбырлығы жоқ. Маңайындағы жетім-жесірлерге де қолы ашық, жүйрік ат баптап, саятшылық десе ішкен асын жерге қоятын серілігі бар жан екен. Әкемнің арнап сойған малына батасын жасап, дастархан басында күй тыңдап әңгімелесіп отырған Есімбек сөздің орайы келгенде: әй Нағымбай, сен маған қарағанда әлдеқайда жас емессің бе? Әрі бүркіттің балапанын алуда тәжірибең бар. Бұйыртса келер жылы тағы да бірін аларсың. Мен саған 2 құлынды бие, 5-10 саулық берейін, сен анау қызыл көзіңді маған қи деп қолқа салады. Әкем әуелде балапанынан баулыған қыран бергісі келмей, біраз бұлталаққа салса керек. Бірақ қазақта жоқтық не жегізбейді, тоқтық не дегізбейді деген сөз бар ғой. Әрі қай заманда болмасын күштінің арты диірмен тартатыны белгілі. Есімбектің шамырқанса берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деп белден бір ақ басарында және оған еш қайран қыла алмасында сезген қолы қысқа әкем ақыры бала-шағаның қамы үшін деп көнген көрінеді. Қолына қыранның қыранын қондырған Есімбек әкеме риза боп аттанады. Сосын уәдесінде тұрып көп ұзамай айырбасқа атаған малдарын жеткізілдіріп береді. Содан әкем келер жылы ерте бастан дайындалып, сәтін салғанда өткендегі қыранның тағы бір балапанын алады. Жарықтық тектілігі сонша, бұл жолда жалғыз жұмыртқа басып шығарыпты. Алайда бұл жолы ұябасар мен аталық қыран екі жақтан шабуылға шығып, шың басында жүрген әкемді жазым ете жаздапты. Әйтеуір қолындағы қамшысымен жанталаса қорғана жүріп аман қалған көрінеді. Сондағы ұябасардың ұясына таяп кеп шаңқылдаған үнімен қанталаған көзі әлі күнге дейін есімнен кетпейді деуші еді жарықтық. Әкем бұл балапанды бабына келтіріп баптап, бағып қаға бастайды. Негізгі бүркіт жұмыртқасын қыс айында шайқайды. Бір қызығы сол жылдың ақпан айында қыранның балапанымен қатар мен де дүниеге келіппін. Әкем ат шаптырып той жасамаса да маңайындағы туыс-туған жақын жекжатқа шілдехана тойынан дәм таттырып, маған азан шақырып ат қойғызады. Өзі қалыптасқан дағысы бойынша қыранын баулып, аңын аулап дегендей қоңыр тіршілігін кеше береді. Күндердің күнде бұрын соңды ел естіп көрмеген оқыс оқиға болады. Осылай деп терең күрсінген ақсақал тағы да бір шама үнсіз қалды. Сосын бойын түзеңкіреп ап дүзілген әңгімесін жалғастырды. Жаз айы болса керек, күн екпіндіден ауған шақта ойбай әкетті деп баж ете қалған әйел адамның ащы дауысы 10 шақты үйлі шағын ауылдың аяғынан тік тұрғызады. Иттер абалап, жұрт шулап,
Әлгінде ғана жайбарақат жатқан ауыл әп-сәтте азан қазан болып шат-шәлекей шығады. Абырой болғанда әкем сол күні ғана жолдан келген екен. Шулаған ел ауылдың іргесінен ағып жататын шағын өзеннің жағасында есінен танып жатқан анамның басын көтеріп, бетіне су шашып есін жиғызады. Не болғанын өзі де ұқпай, тілі байланып қалған қайран анам екі көзі шарасынан шыға аспанға қарай беріпті. Бұл сонау көктен не іздеп жатыр деп аңтарылған көпшілікте көкке көз жүгіртсе, көз жетер биікте ауылдың үстін айнала ұшып жүрген бүркітті байқайды. Бауырында қарайып бірдеңе көрінетін секілді. Осы сәтте сонау көктен шырқырай жылаған жас сәбидің, яғни 6 айға енді ғана толған менің даусым естіледі. Есі шыққан ел астапыралла десіп, апырай енді не болар екен? Ана биіктен баланы тастап жіберсе қайтеміз деп, әлгі жерде қолдарынан келер қайрандар жоқ, тұрған жерлерінде сеңдей соғылысыпты. Айдың күннің аманында алақандай ауылды алатайдай бүлдірген көк тағысы кедей ауылын тағы бірнеше мәрте айналыпты да, шың құздары көз ішінде мұнартып жатқан Сайхан тауын бетке алып ұзай беріпті. Осы сәтте әуелде не боп не қойған түсінбей абдырап қалған әкем жалма-жан атына қарай жүгіріпті. Ол шошаладан шапшаңдатып керек жарағын алып, белдеудегі бәйге жиреніне міне сала баласын бүркіт әкеткен бағытқа тұра шабады. Есі шығып есеңгіреп қалған ел шулап шұрқырап қала береді. Осыған дейін 2 мәрте балапанын алдырған бүркіттің ұясына жеткенше әжептәуір жер. Дәу де болса бұл көк тағысының маған қайтарған кегі болар. Атаңа нәлет, бейкүнә сәбиімді ұясына апарып паршалап тастамаса жарады. Тым болмағанда баламның сүйегін алып қайтармын деп, өз-өзіне жігер берген әкем бүркіт ұя салған жанама жартастың түбіне келгенде қасқарая бастайды. Содан өзінің бұрыннан қолданып жүрген тәсілі бойынша таудың ту сыртынан айналып отырып, түннің бір уағында өлдім талдым деп бүркіт ұясының дәл үстіне шығады. Көзге түртсе күргісіз қара түнекте тау тасқа үрмелеу оңай ма? Сөйтсе де қол аяғын тасқа тілдіріп, үсті басымның дал-далы шыққан әкем бір межеге жетеді. Енді шаруа мұнан да қиын. Қиыннан бұрын аса қатерлі. Өйткені бүркіттің ұясы әкем отырған шың басынан төмен қарай құрық бойында екен. Оған түсу үшін таңның атуын күтпесе болмайды. Белге байлаған арқан тасқа қажалып, үзіліп кету қаупі деп жоқ емес. Амалы құрып әбден сілесі қатқан әкем байғұс әр ойдың басына бір шалып отырып, жартасқа сүйенген қалпы қалғып кетсе керек. Кенет бүркіттің ұясынан шар еткен сәби үнін естіп, өз құлағына өзі сенбей қалады. Бірде тынақап, енді бірде қолдаяққа тұрмай шырқыраған бала үні мұқым сауыр Сайхан тауларының шың құздарын жаңғыртады. Әлде қашан үлдіге санап күдерін үзіп қойған сәбиінің үнін дәл жанынан естіп, аза бойы қаза болған әкем таңның атуын күтпестен нар тәуекелге басып, ұяға түспекті ойлайды. Бұл жолы қыранның емес, ұяда өлім мен өмірдің арасында жатқан өз балапанын алу үшін. Беліндегі арқанның бір ұшын шың басындағы діңі жуан шынардың түбіне, ал екінші басын беліне мықтап байлап ап, бір Аллаға сыйынып білетін дұғасын оқып әрекетке көшеді. Бұл уақытта жаздың қысқы таңы да ата бастаған. Ұясына түсіп келе жатқан адамды көрген бүркіт ұшып кетеді. Әкем ұяға түсіп, бет аузында сау тамтық жоқ, қан жоса болып қансырап, үзіліп кетердей болып әзер-әзер дем алып, есінен танып жатқан балапанын бауырына басып отыра, қап еңкілдеп ұзақ жылайды. Қазақ су ішкілігі бар дейді. Менің мына дүниеден татар дәм бар екен. Әйтпесе бүркіт қалақтай ғана баланы қанды шеңгелімен сығымдай салса, сонау көктен тастап жіберсе, сол жерді ақшан тәсілім етпеймін бе? Дегенмен шеңгелін салған жердегі 6 қабырғам сынып кетіпті. Бүркіт алып кеткен 6 айлық баласын бір тәуліктен соң тірідей үйіне алып келген әкемнің қайсарлығы мен табандылығына жұрт қайран қалған көрінеді. Осы оқиғадан соң әкем бүркіт баулығанда саптайып, ендігі жерде аңдып жүріп, қырандатып өлтірмекті ойлайды. Бірақ түйсігі әлденені сездірді ме, болмаса кегін қайтарғысын қайырсыз мекенінен басқа жаққа кетуді жөн санады ма, я басар бұл маңнан қайтып көрінбепті.